Тақырыбымыздың келесі бөлімі ол бізде job offer болып табылады. Жалпы консул ең бірінші сізден программаның атын сұрауы мүмкін. Именно мысалы бәріміз білеміз ғой, что программа work and travel, бірақ та именно қай компанияны сұрауы мүмкін. Мысалы Қазақстанда бізде өте көп компаниялар бар, и соны айтуыңыз керексіз. Сіз қай компанияны таңдадыңыз, не үшін таңдадыңыз, және де қай жағынан сізге қолайлы, қай жағынан артықшылығы молырақ болды, соны да айта кеткен жөн. Егер де сұраса әрине. Одан кейін неліктен осы программамен бара жатқаныңызды сұрауы мүмкін. Жаңағы өткен видеода айтып кеткенде өзгешелік жасау керек. Таймс сквердің алдында түскің келеді, Вашингтонды көргің келеді, немесе бутилкаға барып суретке түскің келеді деген сияқты жалпы өзіңіздің армандарыңызды айтқан жөн. Одан кейін сіздің программаңыздың спонсоры кім деген сұрақ қою мүмкін. Ол кезде менің программаның спонсоры ата-анам деп айтқан жөн. Мысалы, кейбір балалар бар, ол менбін десе, ол консул ойлап қалуы мүмкін. Бұл кісі деген өзі самостоятельный, өзінің ақшасын таба алады, ертең Америкаға барғанда ешқандай қиындықсыз мүмкін ол жерде қалып қалады деген ой болуы мүмкін. Сол себепті мені ата-анам жіберіп отыр, мені ата-анам қолдап отыр деп айтқан жөн болар. Жұмысқа келетін болсақ, мысалы, жұмыста алдыңыз, оферді. Қай қаладан алдыңыз, қай штаттан алдыңыз? Өте маңызды, штатпен қаланы шатастырмау керек, өйткені консулда ой болуы мүмкін. Мына кісі деген штатпен қаланы шатастырып алды, ертең Нью-Йорктың ортасына келген кезде жоғалып кетеді ғой деген сияқты күдіктер болуы мүмкін. Сол себепті бәрін прям жаттап алдыңыз. Зип-код, обязательно зип-код болу керек. Одан кейін сізге жұмысты кім берді, сіздің жаңағы бастығыңыз кім, бастығыңыздың имейл адресі, телефоны, соның барлығын білген жөн. Одан кейін сіз қандай позицияда жұмыс істейсіз, және де ол позицияны не үшін таңдадыңыз. Мысалы, мен пиццерияда жұмыс істедім. Сол себепті, мысалы, менен сұрауы мүмкін, сіз не үшін осы жұмысты таңдадыңыз, Маған, мысалы, пицца ұнайды деген сияқты мөлдірге сондай сұрақ қойған. Не үшін сіз пиццерия таңдадыңыз? Мөлдір айтқанымен, бүкіл пиццаларды жақсы көремін, пицца деген менің махаббатым деген, Сол себепті, сондай жалпы қысқа да нұсқа ответтер дайындап қойсаңыз жөн болар еді. Одан кейін бізде жалпы оффермен, когда контрактқа отырған кезде, бастығыңыз белгілі бір минимальное количество часов, яғни минимальды количествода сізге сағат ұсыну керек аптасына. Мысалы, біз жұмыс істеген кезде ол 40 сағат болды, яғни кемінде мен 40 сағат жұмыс істеу керек еді. Ол сұрауы мүмкін, сіздің бір сағаттық ақша құныңыз қанша, Мысалы, менде $14 болды, $14 деп айтасың. Одан кейін қанша сағат жұмыс істеуіңіз керексіз, және де овертайм бар ма, жоқ па деп сұрауы мүмкін. Егер де мысалы жоқ десеңіз, ол кісі сұрауы мүмкін. Сіз екінші жұмыста тұруға дайынсыз ба деген сияқты. Осы кезде, мен екінші жұмысқа тұрамын, ақша табу керек, мен бүкіл ақшаны жинағым келеді деген сияқты ответтер айтпай қойған жөн, өйткені ол жарыққа сіз ақшаны табу үшін емес, өзіңіздің ағылшын деңгейіңізді көтеру үшін, және де басқа да мемлекеттегі адамдармен сөйлесіп, өзіңіздің көкжиегіңізді арттыру үшін бара жатырсыз осы программамен. Сол себепті бұл жерде айту керек, мен әлі толығымен білмеймін, өзіме әлі сенімсізбін. Егер де маған бірінші жұмыстағы адам жаңағы бастығын достаточное количество сағат беретін болса, мен жұмысқа кірмеймін. Мен ол жақта өзімді дамыту үшін көңілімді бөлемін деген сияқты жауапты қайтарасыз. Жалпы мынандай сұрақ қою мүмкін, Америкаға барғанда немесе жұмыс істеп жатқанда белгілі бір проблема болса, ол проблеманы қалай шешесіз деген сұрақ қойылуы мүмкін. Мысалы, бүйтіп айтуға болады. Егер де жұмыс орнында белгілі бір жағдай болатын болса, мен ең бірінші оны бастығыма айтамын. Егер де менің өміріме қауіп төнетін жағдайлар болса, экстренный ситуациялар болатын болса, мен 911 номеріне хабарласамын деп айтуға болады. Және де ең маңызды соңғы пункттардың бірі, ол сіздің міндеттеріңізбен сіздің жаңағы құқықтарыңыз, осы жерде жаңағы job offer сізге жіберілген кезде
прям міндеттеріңіз деп қызылмен былай жазылып тұрады. Сол міндеттеріңіз бәрін жаттап алған дұрыс. Ертең жұмыста да оның барлығы сізге міндетті түрде керек болады. Және де құқықтарыңыз, яғни сіз жаңа зарплата алуға құқылысыз, өзіңіздің жаңағы шекараңызды жаңағы бұзбауға құқылысыз, өзіңіздің ойыңызды айтуға құқылысыз деген сияқты. Осы бүкіл құқықтардың бәрін сізге методичкаға бәрін жазып беретін боламыз. Осы видеоның сілтемесіне қойып кетеміз оның барлығын. Енді соңғы бөлімімізге көшуді ұсынамыз.